Абай Құнанбайұлы. Қара сөз. 4-ші сөз. Әрбір байқаған адам білсе керек, күлкі өзі бір мастық екенін, әрбір мас кісіден ғафил көп өтетіндігін да, әрбір мастың сөйлеген кезінде бас ауыртатындығын. Бұлай болғанда күлкіге салынған кісі не шаруадан, не ақылдан, не бір ұят келерлік істен құр ғафил көп өткізіп отырса керек. Осындай ғафилдік көп өткізіп өлмеген кісінің не дүниеде, не ақиретте басы бір ауырмай қалмаса керек. Әрбір уайым қайғы ойлағыш кісі не дүние шаруасына, не ақирет шаруасына өзгеден жинақырақ болса керек. Әрбір жинақылықтың түбін кәніш болса керек. Енді олай болғанда үнемі уайым қайғымен жүре аламыз ба? Үнемі күлмей жүруге жан шыдай ма екен? Жоқ. Мен үнемі уайым қайғыменен бол демеймін. Уайым қайғысыздығыңа уайым қайғы қылдағы. Сол уайым қайғысыздықтан құтыларлық орынды қарекет табу керек, һәм қылу керек. Әрбір орынды қарекет өзі де уайым қайғыны азайтады. Орынсыз күлкіменен азайтпа, орынды қарекетпен азайт. Шығар есігін таба алмай, уайым қайғының ішіне кіріп алып, қамалып қалмақ. Ол өзі де бір антұрғандық. Және әрбір жаман кісінің қылығына күлсең, оған рахаттанып күлме, ыза болғанынан күл. Ызалы күлкі өзі де қайғы. Ондай күлкіге үнемі өзіңді де салынбассың. Әрбір жақсы адамның жақсылық тапқанына рахаттанып күлсең, оның жақсылығынан тапқандығының ғибрат көріп күл. Әрбір ғибрат алмақтың өзі де мастыққа жібермей, уақытымен тоқтатады. Көп күлкінің бәрінде мақтағаным жоқ, оның ішінде бір күлкі барау. Құдай жаратқан орныменен іштен, өр көкіректен, жүректен келмейді. Қолдан жасап, сыртыменен бет-аузын түзеп, бай-бай күлкінің әнін сәндеп, әдемішілік үшін күлетін бояма күлкі. Адам баласы жылап туады, кейіп өледі. Екі ортада бұл дүниенің рахатының қайда екенін білмей, бірін-бірі аңдып, біріне-бірі мақтанып, есіл өмірді ескерусіз, босқа жарамсыз қылықпен қор етіп өткізеді де, таусылған күнде бір күндік өмірді бар малына сатып алуға таба алмайды. Қулық, саумақ, көз сүзіп тіленіп, адам саумақ, өнерсіз иттің ісі. Әуелі Құдайға сыйынып, екінші өз қайратыңа сүйеніп, еңбегіңді сау, еңбек қылсаң, қара жер де береді, құр тастамайды.